Сабырлы сахаба. Әңгіме. Бірде сахаба Саид ибн Сәлем мешіттегі бесін намазынан кейінгі ғұламаның уағызынан алған әсері мен ойға беріліп үйіне келе жатты. Көлденең көшенің қиылысында оңға бұрыла бергенде жүзі таныс болғанмен жыға танымайтын бір кісі қарсы ұшырасып, қолымен тоқта дегендей ишара жасады. Ойда жоқта жолыға кеткен адамның жүзіне көзін салып еді, анау бір нәрсеге қатты алаңдаулы сияқты болып көрінді. «Сен нағыз оңбағансың», деді салған жерден әлгі адам дауысын нығарлап, көз аларып. «Мен сені сырттай жақсы білемін, надандығыңды талай көріп жүрмін. Сенің бойыңда адамға деген ешқандай мейірім жоқ». Ол тағы да бірдеңе деп лапыт сөздерді түйдектетіп айтып жатты. Сахаба Саидтің есіне әлгінде ғана ғұламаның айтқан сөздері түсті. Сабыр еткен пенделер жаратқанның мейірімі мен махаббатына бөленеді, деп еді-ау. Иә, тағы не деп еді. Сонымен бірге қандай да болмасын қиындыққа сабыр еткен пенделер Алла тағаланың панасында болады, демеп пе еді? Сахаба Саид өлкекірек бейтанысын асқан сабырмен тыңдап: «Аллаға ант етейін, менің бойымда өзің айтқаннан басқа да кемшіліктерім бар. Оның бәрін жасырып, тек кейбір мінімді ғана сен арқылы жеткізген Алла тағалаға сансыз мадақ айтамын. Алла разы болсын», деді де үйіне қарай жүріп кетті.